Сәлем достар. Осы сенбі және жексенбі күндері өздеріңіз білесіздер, 2 күндік онлайн интенсивім болады. Соның алдынан сіздерге арнайы интенсивте қандай ақпараттармен бөлісем, сол жайлы қысқаша видео. Ең алдымен біздің интенсив онлайн түрде өтеді. Ол менің YouTube каналымда өтеді. Менің YouTube каналым міне осы. YouTube каналымды Айбек Өшкен деп іздесеңіздер табасыздар. Обложкасында қазмаркетинг деген обложка бар. Осы менің арнам. Осыған жазылып алыңыздар барлықтарыңыз. Және мына жерде қоңыраушаның батырмасы болады. Соны басып қойсаңыздар, сіздерге менің жаңа видеоларым туралы ескертулер келеді. Енді интенсивке сіз қалай тіркелесіз? Ол үшін мен арнайы осы видеоның астына тіркелу сілтемесін қалдырамын. Ол сілтеме міне мына сілтеме болады. Осы сілтемені басып кірсеңіздер, сіздерге арнайы мынандай лендинг пейдж ашылады. Осы жердегі ақпаратты оқыңыз және оқығаннан кейін астыңғы көк мессенджердің батырмасын басыңыз. Көк мессенджердің батырмасын басқаннан кейін сізге келесі бет ашылады және сізге автоматты түрде хабарлама кетеді. Сол хабарламаны мессенджеріңізден оқыңыз. Сізде міндетті түрде Facebook'тың жеке аккаунты болу керек және смартфон қолдансаңыз мессенджердің қосымшасы болу керек. Осы қосымшаны қолдану арқылы келген хабарламаны оқи аласыз және сол жерден телефоныңыз арқылы тіркелуді жүзеге асыра аласыз. Ал егер телефоныңызда болмаса, онда міндетті түрде қондырып алыңыз. Оған дейін Facebook'тың осы мессенджерін әзірге қолдана тұруыңызға болады. Мына жерде міне шамалы ойланып тұр, сағырқаным ашылды. Міне хабарлама келді. Мына хабарламаның оқисыз. Оқығаннан кейін егер де интенсивке қатысуға ниетіңіз болса, онда қатысамын деген батырманы бассаңыз, ол сізге автоматты түрде қатысу туралы ақпараттарды жібереді. Яғни сәйкесінше ары қарай төлем жасауыңыз керек. Төлем жасағаннан кейін төлем жасадың батырмасын басыңыз. Ол сәйкесінше сізге ақпараттарды береді. Бұл барлығы автоматты түрде жүзеге асады. Ақпаратты бергеннен кейін міндетті түрде чекті жүктеңіз деп ескертіп тұр. Себебі сіз интенсив болатын күні сілтемені уақытылы алуыңыз үшін. Одан кейін интенсивтің жоспарымен міндетті түрде танысып шығыңыз. Бірінші күннің жоспары, екінші күннің жоспары, осының барлығын міндетті түрде танысып шығыңыз. Егер де мессенджерге қатысты осындай тіркелуден қандай бір проблемалар туындаса, маған тікелей жазыңыздар. Мен номерімді осы видеоның астына қалдырамын. WhatsApp номерімді тікелей шығыңыздар. Мессенджермен сұрақтар болса, осы видеоның астына да пікір ретінде қалдырыңыздар, мен қосымша жауап беремін. Тіркелу осымен аяқталады. Енді вебинарда біз нені қараймыз? Ең алдымен менің Facebook'те де осындай парақшам бар, қазмаркетинг. Ол жерге де тіркеліп алуларыңызға болады. Және менің жеке өзімнің аккаунтым бар, ол жерге де маған достыққа қосылып алыңыздар. Ол менің YouTube каналым. Енді біз сабақта нені қараймыз? Дәрісте нені қараймыз? Біз Facebook'тың жарнама кабинетінен шолу жасаймыз. Жарнама кабинеті Ads Manager деп аталады. Бұл жердегі барлық жарнамалық компаниялардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Қай жарнаманы қолданған сіз үшін тиімді болады, қандай жарнама қандай нәтижелерге алып келеді, оның мақсаты қандай, осының барлығын жеке-жеке қарайтын боламыз. Мен сіздерге міне өзімде жүріп жатқан жарнамаларды мысалға ала отырып, көппен жүріп белгіленген жарнаманың барлығы қазіргі белсенді жарнамалар. Осыларды негізге ала отырып, мен сіздерге өзімнің тәжірибемнен болған цифрларды, статистикаларды бөлсем, және ең бастысы мен сіздерге қай жарнама қалай әрекет етеді, қандай жағдайда қай жарнаманы қолданған тиімді, соны нақты көрсетіп беретін боламын. Мысалы, сайтыңыз болып трафикті қолданатын болсаңыз, ол қалай жұмыс істейді? Генерация лидовты қолдансаңыз, қалай жұмыс істейді? Сообщениені қолдансаңыз, қалай жұмыс істейді? Болмаса, просмотр видеоны қолдансаңыз, қалай жұмыс істейді? Осының барлығын мен сізге жеке-жеке тоқталып түсіндіретін боламын. Себебі бұлардың әрқайсысы әртүрлі қимылдайды, әртүрлі әрекет етеді, алгоритмдері әртүрлі. Сондықтан да сіздерге осының барлығын меңгеріп алу керек. Ол менің вебинарымда мен бұның барлығын толықтырып айтатын боламын. Одан кейін
мына генерация лидов деген жарнаманың түрі бар. Яғни сізге келіп түскен адамдардың контактілерін көп адамдар қайда жинайтынын білмейді. Немесе осы жарнама кабинеттің ішіне жинап, оларды көру уақытын жіберіп алады. Кейін ол өзінің клиенттеріне хабарласқан кезде ол кісілер енді 1 сағаттан кейін немесе 3 сағаттан кейін хабарлассаңыз ұмытып қалады. Сондықтан да әрбір келіп түскен лидті сіздің почтаңызға автоматты түрде жіберіп отыратын арнайы бағдарламалар бар. Сол бағдарламаларды мен сізге көрсетемін. Ол бағдарлама мына бір сайт арқылы жүзеге асады. LeadSync деген сайт бар. Әрбір лидтарыңызды почтаңызға жіберіп отыруға мүмкіндік береді. Осы сайтты мен сіздерге арнайы таныстырамын, қалай қолдану керек екендігін. Одан кейін мессенджерді қолдану, ол өте қазіргі таңда танымал жарнаманың бір түрі. Қалай қолдануға болады, қалай тиімді жасаған дұрыс, мен соңында көрсетемін міндетті түрде. Және соған қоса мына жерде арнайы ManyChat деген сайт бар. Осы мессенджердің автоматты қызметтерін реттейтін арнайы сайт бар. Мен осы сайтты да сіздерге шет жағасын көрсетіп таныстырамын. Яғни жарнамалық компанияларда жарнама кабинетін біз толығымен қарап шығамыз. Мен барлығын көрсетемін. Ол енді сабақтың барысында жүзеге асады. Сондықтан да жарнама кабинетін біраз бөлігі, мен толық деп айтпаймын, себебі бұл жерде үлкен, мына жерде ашып қарасаңыз бөлімдер бар. Мына мысалы аудитория деген бөлім, ол үлкен бөлім. Бұған біз басқа сабақтарымызда тоқталамыз, бірақ негізгі бөліктерін мен айтып өтетін боламын. Осы сенбі жексенбіде. Одан кейін бізде Canva деген сайт бар. Барлық біздің баннерлерімізді жасайтын сайт. Осы сайт, яғни 5 минутта өзіңіздің баннеріңізді қалай жасап шығуға болады. Мен соны сіздерге көрсетіп, таныстырып, үйрететін боламын, қалай бұны қолдануға болады. Одан кейін көп адамдар логотипті қолмен сызып немесе 2 апта бойы ойланып, қиялдап жүреді. Бірақ мына бір сайтты қолдануды білсеңіздер, онда бұл сайт арқылы сіз логотипіңізді 5 минуттың ішінде логотиптің негізгі үлгілерін алып алуыңызға болады. Сол алынған үлгілерді кез келген дизайнерге берсеңіз, сізге арзан бағада әрі жылдам тез логотипіңізді электронды форматқа Photoshop'та немесе Corel'да ауыстырып бере алады. Және соңғы кездегі үлкен көп адамдардың бас ауруына айналған аккаунттардың бұғатталуы, яғни блокировкаға түсіп қалуы, жарнама кабинетінің блокировкаға түсіп қалуы, осы сияқты мәселелердің барлығын біз вебинарда қарайтын боламыз. Сонымен достар, егер де менімен бірге дамуға және жарнаманың әлеміне сүңгуге дайын болсаңыздар, сенбі күні және жексенбі күнгі вебинарларыма қатысыңыздар. 2 күндік интенсив. Жаңағы тіркелу батырмасын басып тіркелсеңіздер, барлық ақпараттар берілген. Тіркеліңіздер, міндетті түрде тіркеліңіздер, себебі тіркелмесеңіздер, сенбі күні және жексенбі күні мен сіздерге сілтемені уақытылы жібере алмай қаламын. Сондықтан да тіркеліңіздер, төлем жасаңыздар, сенбі жексенбі күні кездескенше.